Біз күнделікті қолданып жүрген чеснок, яғни сарымсақ, бірнеше ауруға ем екенін білеміз. Алайда оның пайда болу тарихынан көпшілігіміз бейхабармыз. Бүгін сарымсақтың пайдалы емдік қасиеттерін айтпас бұрын оның шығу тарихына үңіліп көрейік. Қазақ тіліндегі каналдың дамуына үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, видеоны жақындарыңызға жіберіп қойыңызды сұраймыз. Ежелгі уақытта сарымсақ барлық аурудан құтқаратын дәрі ретінде қолданылған. Көбінесе сарымсақтың отаны орталық Азия деп есептеледі. Оның өткір иісіне қарамастан ежелгі Мысырда, Грекия, Римде, Үндістанда да өсірген. Ал аспан асты елі Қытайда сарымсақ жерлеу рәсімі кезінде зұлым рухтарды қорқытатын күш ретінде де қолданылған. Уақыт өте келе ежелгі грек атлеттері жаттығу алдында сарымсақты шайнап допинг ретінде қолданған. Сол бір заманда сарымсақ дезинфекциясы көптеген адамдарды асқазан ауруларынан құтқарған. Сонымен қоса 1720 жылы Францияда сірке суына қосылған сарымсақ мыңдаған марсельдіктерді оба індетінен аман алып қалған деген деректерде бар. Соғысқа аттанбас бұрын гладиаторлар мен Рим сарбаздары матаға оралған сарымсақты белдеріне байлап, одан күш аламыз деп есептеген. Ал қарапайым қара жұмысшыларға жақсы жұмыс жасауы үшін күнделікті сарымсақ беріліп отырған. Сарымсақ берілмегені үшін қарапайым жұмысшылар көтеріліс жасаған. Сонымен халық медицинасында бұл ащы, өткір иісті көкөніс мыңдаған жылдар бойы емдік мақсатта қолданылып келеді. Сарымсақ ерекше дәмге ие, оның ащы және өткір иісті болуы құрамында күкірттің болуынан. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамтитын маңызды зат аллициннің болуы. Аллицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамыр, тыныс алу, асқазан ішек жолдары ауруларымен күреседі, иммунитетті жоғарылатады. Сарымсақ құрамында басқа да адам ағзасына пайдалы микро және макроэлементтер, дәрумендер, антиоксиданттар бар. Бірінші, асқазан ішек жолдарына пайдасы. Сарымсақты күнделікті аз мөлшерде қабылдау асқазан ішек жолдары жұмысын жақсартады, ас қорытуды жақсартады, ішек қызметін реттеп, ісінуді жояды, зат алмасуды ретке келтіреді. Екінші, қауіпті холестериндерді төмендетеді. Сарымсақ құрамындағы аллицин липопротеидтердің тотығуына жол бермейді, ағзада жиналған қауіпті холестериндерді ыдыратады және сарымсақты күнделікті қолдану қауіпті холестериннің ағзада жиналуының алдын алады. Үшінші, гипертонияға ем. Сарымсақ құрамындағы аллицин микроэлементтер мен макроэлементтер қан тамырларының жұмысын жақсартып, қан тамырларын кеңейтеді, қан тамыр қабырғаларында қан ұйып қалуының алдын алады. Төртінші, көз ауруларына ем. Сарымсақ құрамында С дәрумені өте көп, сонымен қатар кверцетин мен селенге өте бай болып келеді. Сарымсақты күнделікті қолдану көз аурулары инфекцияларының болуының алдын алады және көз көруін жақсартады. Бесінші, құлақ ауруларының алдын алу. Сарымсақты күнделікті қолдану бактериялар мен вирустарды өлтіретін мықты антибиотик болып есептеледі. Құлақ қабынуында сарымсақ қолданса, ауырсынуды басады және аурудың өршіп кетуінің алдын алады. Алтыншы, ішек құрттарын жояды. Сарымсақты күнделікті қолдану диарея, дизентерия және ішек қызметін бұзатын басқа ауруларды және ішек құрттарын жоюға көмектеседі. Патогенді ішек микрофлорасын жойып, қабыну мен тітіркенудің алдын алады. Сонымен қатар сарымсақ ішек ауруларын тудыратын микроорганизмдерді жойып, сау ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Жетінші, суық тию. Суық тию кезінде сарымсақ құрамындағы дәрумендер мен минералдар бактерия мен вирустарға қарсы күресудегі таптырмас өнім. Сарымсақты тұрақты түрде қабылдау иммунитетті табиғи жолмен жоғарылатады. Сегізінші, теріге пайдасы. Сарымсақ мықты бактерицидтік қасиетке ие көкөніс. Адам ағзасын зиянды бөліністерден тазартады. Зат алмасуды реттейді, нәтижесінде тері жағдайы жақсарып, бет терісі жылтырай түседі, безеулерді болдырмайды. Тоғызыншы, қатерлі ісіктің алдын алады. Қатерлі ісік ауруларының алдын алуда да сарымсақ маңызды рөл атқарады. Сарымсақты тұрақты түрде тұтыну
ағзаға түскен канцерогендік заттардан концентрациясын төмендетеді, бактериялық және вирустық қабынулардың алдын алады. Нәтижесінде ағзаның ісіктерге деген бейімділігін 20%-ға төмендетеді. Сарымсақтың ағзаға зияны тиіп кетпеу үшін мөлшерден тыс қабылдамаңыз. Мөлшерден тыс қабылданған сарымсақ асқазанның шырышты қабығын тітіркендіріп, асқазан ауруларының пайда болуына себепші болуы мүмкін. Ескере кететін жайт, сарымсақты аш қарынға жеуге болмайды. Видео ұнаған болса, лайк басыңыз. Келесі пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.